Армысыздар, құрметті оқушылар, құрметті шәкірттер, сіздермен бірге байланысты мен Әлібек ағай. Бүгінгі тақырыбымыз Шоқан Уәлиханов дейді. Жалпы айтқанда, Шоқан Уәлиханов ұбт базасына жиі келетін тұлғаларымыздың бірі. Сондықтан да видео сабақты жеке Шоқанға арнап отқанымызға таңғалып қалмаңыздар. Шоқан Уәлиханов бізде енді 1835 пен 65 жылдар аралығында өмір сүрді. Біреулеріңіз білсеңіздер, біреулеріңіз білмей қалуларыңыз мүмкінсіздер. Шоқан Уәлихановтың шын есімі Мұхаммед Қанафия болып табылады. Шоқан Уәлиханов 1835 жылы Қостанай облысы Құсмұрын бекінісінде дүниеге келген болатын. Ал жастық шағын осы Сырымбет деген жері бар, сол жерде өткізді. Небәрі 30 жас өмір сүрсе де, Шоқан Уәлиханов өшпес қазақ тарихында аққан жұлдыз деген тарихта қалды. Енді мынау суреттегі Шоқан Уәлиханов, егер ертеңсіздерге контекст келетін болса, мынау суреттегі тұлғаны табыңыз десе, Шоқан Уәлихановты масқара боп танымай қалмай жүрмеңіздер. Әрбір тарихи тұлғаны білулеріңіз парыз. Енді Шоқан Уәлихановқа келетін болсақ, Шоқан Уәлихановтың атасының аты бізде Шыңғыс, әкесінің аты Шыңғыс. Яғни әкесінің аты Шыңғыс. Шоқан Уәлиханов өзі бізде Абылай ханның ұрпағы болып саналады. Және Шоқан Уәлихановтың әкесі Шыңғыс Омбы әскери училищесін бітірген болатын. Енді Шоқан Уәлихановтың өзіне келетін болса, Шоқан Уәлиханов 12 жасына дейін Құсмұрындағы мектепте оқыды. Құсмұрындағы мектепте оқып, 12 жасына дейін 4 тіл, біргенде 4 тіл оқып меңгерген. Яғни ол парсы, шағатай және араб тілдерін оқып үйренген болатын. Парсы, шағатай, араб тілдерін үйренді. Кейін Шоқан Уәлиханов халық ауыз әдебиетіне кәдімгідей сынып, халық ауыз әдебиетіне үйір болып, фанаты болып, тіпті жас кезінде Қозы Көрпеш Баян Сұлуды кәдімгідей дәптерге жазып алған болатын. Қозы Көрпеш Баян Сұлуды дәптерге жазып алды. Енді Шоқан Уәлиханов бізде 1847 жылы атақты Омбы кадет корпусына оқуға түскен болатын. Бізде сұрақ болады. Шоқан Уәлиханов Омбы кадет корпусына қашан түсті десеңіздер, 1847 жыл дейміз. Ал 1853 жылы бізде Шоқан Уәлиханов осы Омбы кадет корпусының корнет офицер шенімен бітіріп, көп ұзамай Батыс Сібір генерал-губернаторлығының адъютанты болып тағайындалған болатын. Жеңілтектік сізге жараспайды, Шоқан. Аяқ астынан осынша өзгеруіңізге не себеп болды? Жаңағы жарамсақтарыңызды айтам. Генерал-губернатордың адъютанты болуға неліктен сонша құштар болдыңыз? Сізге ғана шынымды айтайын, Карл Казимирович. Мені қызықтырған адъютант мундирі. Енді бізде сұрақ болады сондай-ақ, Шоқан Уәлихановтың жақын достарының бірі кім деген? Прикиньте, біздің қазақ тарихи тұлғасының досында сұрайды. Сондай да сұрақтар бар бізде. Шоқан Уәлихановтың кәдімгідей досы, қиын кезде тіреу болған зерттеуші, бұл бізде Потанин. Бұл жерде Шоқан Уәлихановтың досы Потанин болып саналады. Кеттік. 1855 жылы Шоқан Уәлихановтың мынандай кәдімгідей ғалым ретінде, этнограф ретінде ғылыми зерттеуші жұмысы басталады. 1855 жылы Шоқан Уәлиханов сол кездегі Батыс Сібір генерал-губернаторы Гасфордпен, міне суретін назаратын болсаңыздар, Шоқан Уәлиханов атамыз қасында Гасфордпен бірге орталық Қазақстан, Тарбағатай және де Жетісуға сапарға бірге қатысқан болатын. Бізде сұрақ болады. Шоқан Уәлиханов Гасфордпен бірге жаңағындай саяхатқа қашан шықты десеңіздер, сапарға қашан шықты десеңіздер, 1855 деген хронологиялық жылды бекітесіздер. 1856 жылы Шоқан Уәлиханов бізде Семенов Тянь-Шанский деген атақты ғалыммен танысады, және де осы Азиядағы кезекті сапарынан оралған Петр Петрович Семеновтың сонда келгенін естіп, енді өзімде тезірек жетуге асықтым. Ғалым, жиһанкез саяхатшы осы бір ғажап адаммен кездесуге соншалықты құштар болдым. Соншалық маңызды, қызықты сапарыңызды аяқтамай неге тоқтаттыңыз? Себебі Қашқарды Қоқанның ессіз қожасы басып алғаннан кейінгі жерде европалықтар үшін ол бір мүлде жабық, жұмбақ сырлы қалаға айналды. Бір замандарда онда Марко Поло мен Юзит Гейс қана болған екен. Сонан кейін үнді көпесінің атын жамылып, ғалым Шлагин Твейт қана барыпты. Бірақ із-түзсіз жоғалып кетіпті. Ол жай ғана қала емес, ол ғылым үшін әзірге ашылмаған құпия сырлы қала. Семенов Тянь-Шанскийдің арқасында 1857 жылы
орыс географиялық қоғамның толық мүшелігіне қабылданады. ұбт базасының сұрақ болады. Шоқан Уәлиханов міне орыс географиялық қоғамның толық мүшелігіне қабылданады қай жыл десе 1857 жылы деп жауап береміз. Дәл осы 1857 жылы Шоқан Уәлиханов бізде Алатау қырғыздарына саяхат жасайды. Міне, мына жақта міне қырғыз бауырларымыз отыр, көрдіңіздер ме? Алатау қырғыздарына саяхат жасайды. Госпортқа қызмет етемін. Адалдықпен қызмет етуден. Ол да маған қызмет етіп жүр. Өзімді қатты қызықтыратын алыс өлкелерге бару үшін госпорттың алдында істемейтінім жоқ. Кейде өзімде анық білмеймін. Осымен тарихтың жаңарнасын таптым ба? Не ескі жолды таптап жүрмін бе? Менің алғашқы арманымның бірі ыстық көл. Және сол Алатау қырғыздардың жасаған саяхатында бірнеше еңбектер жазған болатын. Нақты айтатын болсақ, ыстық көл жазбаларында деген қырғыз халқының тарихын, этнографиясын, поэзиясын зерттеген болатын. Және де екінші маңызды еңбегі бұл бізде Манас деген дастанды жазып алды. Мен халық эпосы Манасты тұңғыш рет естідім. Ол кезде мен бұл жырдың бүкіл қырғыз аңыздары мен ертегілерінің шын мәніндегі энциклопедиялық жинағы, даланың Илиадасы екенін білмеп едім. Бізде сұрақ болады, яғни Шоқан Уәлихановтың Алатау қырғыздан жасаған саяхатында қандай еңбектер жазыңыздар? Ыстық көл жазбалары және де Манас дастанын жазып алған болатын. 1858-59 жылдары Шоқан Уәлиханов Қашқарияға сапар жасайды. Кәдімгі Қашқарға сапар жасайды және Қашқарияға сапары Шоқан Уәлихановқа өте ауыр тиеді. Өйткені ол Шоқан Қашқарияға сапар өте үлкен ауыр жолдарын өту керек болады. Және де Қашқарияға барған сапарында Шоқан Уәлиханов Қашқария өлкесінің тарихын, этнографиясын, мәдениетін, географиясын кәдімгі толық зерттеп тың ақпараттар жинаған болатын. Және Қашқарияға барған сапарында Шоқан Уәлиханов 6 шардың немесе Қытайдың Нанлу провинциясының шығыстағы 6 қаласының жағдайы туралы деген ұзын еңбек айтады. Ойлаңыздаршы, мынау кітаптың аты не деген ұзын? 6 шардың немесе Қытайдың Нанлу провинциясындағы шығыстағы 6 қаласының жағдайы туралы деген еңбек айтады. Базар жоқ, Шоқан Уәлиханов аты кешіріңіз, бірақ енді әжептәуір ұзын екен, тақырыбымыздың аты. Сыйынатын кітабың қайсы? Құран. Бұл сұрақ қай кітапты? Мұқтасарда. Нешінші сөз? 9-шы. Кімнің үмбетісің? Ақырғы пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам. Хасан мен Хұсайын кімнің балалары? Әзірет Әли мен Бибатиманың. Бұл нешінші сұрақ? Соңғы сұрақ Мұқтасардан. Нешінші? 91-ші. Кейін Шоқан Уәлихановтың еңбегін Ресей императоры жоғары бағалайды. Яғни Шоқан Уәлихановты кәдімгідей мойындайды. Өйткені Ресей империясын оны айтты, Шоқан Уәлиханов кәдімгідей Ресей империясының атынан жаңағыдай саяхат жасап, жаңағыдай зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатқандағы. Және де 1860 жылы Шоқан Уәлихановты Петербург қаласында арнайы орденмен марапаттап, міне арнайы орден беріп жатыр. Оны кәдімгідей шенін жоғарылатқан болатын. Аттаскердің поручигі Шоқан Уәлиханов қатынасқан Қашқар экспедициясы
ғылым ішінде, сондай-ақ саясат пен дипломатия, сауда-саттық ішінде айрықша құнды болып отыр. Онда жиналған материалдар бізге белгісіз болып келген көптеген жайлармен таныстырады. Бұл тұрғыдан оны шын мәніндегі ғылыми жаңалық деуге болады. Қауіп қатерлі қиын жағдайда атқарған еңбегін ескеріп, шын берген ынталы қызметін жоғары бағалап, біз оны мархабатты патшағзамның рахымымен қасиетті князь Владимирдің атындағы 4-ші дәрежелі орденнің кавалері деп атауды ұйғардық. Награда алғаныма бақыттымын. Шоқан Уәлихановты сол кездегі Ресей императоры 2-ші Александрдың өзі қабылдайды. Және де 2-ші Александр айтқан болатын: Шоқан Уәлиханов, сіз көп нәрсені зерттедіңіз, Петербургта қалсаңыз деп. Және де осы императордың айтуынан кейін Шоқан Уәлиханов 2 жыл Петербургта болды. Нақты айтатын болсақ, 1859 бен 1861 жылы Петербургта болып, бірнеше құнды зерттеу жұмыстарын, бірнеше мекемелерде жұмыс жасаған болатын. Алайда Петербург қаласы Шоқан Уәлихановқа ұнамайды, өйткені Петербург қаласының погодасы, табиғаты, ауа райы Шоқан Уәлихановқа жақпайды да, Шоқан Уәлиханов кішкене Петербург қаласын сырқаттанғаннан кейін Омбы қаласына не істеген болатын? Оралған болатын. Неге оралды? Өйткені Омбы қаласына не істеді? Жас сайында кадет корпусында оқыған болатын. Енді бізде арнайы бір андай сұрақ бар да ұбт базасында. Шоқанның басқару ісіне қатысты нелер деген, еңбектер деген. Шоқан Уәлихановтың басқару ісіне қатысты еңбектер қандай десеңіздер, бұл мынандай еңбектер қараңыздар. Қырдағы мұсылманшылық туралы, қырғыздардың көші-қоны туралы, және де сот реформасы туралы жазбалар. Осы үшеуінің біреуін сұрайды. Енді мен білем, 2024 жылы бізде көбінесе сот реформасы туралы жазбалар сұраған. 2025 жылы қырғыздардың көші-қон туралы. Енді қырдағы мұсылманшылық туралы да сұрап қалу мүмкін, құрметті оқушылар. Сондықтан да осы үш вариантты нравится, не нравится, терпимая красавица жаттауларыңыз қажет сізде. Яғни сұрақ болды. Шоқанның басқарусына қатысты негізгі ойлар қандай десеңіздер, қырдағы мұсылманшылық туралы, қырғыздардың көші-қон туралы және сот реформасы туралы жазбалар деп жауап береміз. Енді бізде Шоқан Уәлиханов патша үкіметінің қазақ даласындағы сот ісіндегі кемшіліктерін сынға алып, билер сотының артықшылығы туралы айтқан болды. Яғни Шоқан Уәлиханов айтқан болатын: сендердің орыстардың соттарын дұрыс емес, біздің қазақтардың билер соты намного артық деп. Яғни Шоқан Уәлиханов мынандай бір баяндама жасаған болатын: билер сотының артықшылығы ол істі некен саяқ болмаса, жалғыз шешпейді. Оған қатысатын адамға шек қойылмайды. Тіпті кейде олар ақтаушыда болып көрінеді, және бидің шешіміне шағым жасауға да құқы бар деп осындай бір баяндама жасаған болатын. Өйткені міне суретке қарайтын болсаңыздар, Шоқан Уәлиханов атамыз билер сотына қатысып, билердің ортасында отырған жайы бар. Енді 1864 жылы Шоқан Уәлиханов генерал Черняевтің, яғни генерал Черняев деген бар, оңтүстік Қазақстанға әскери экспедиция жасаған болатын. Әскери экспедиция дегеніміз қалай? Яғни генерал Черняев деген адам бар. Сол генерал Черняев Меркі, Шымкент, Түркістан, Әулиеата сияқты қалаларды басып алуға барған болатын әскери экспедицияға. Шоқан Уәлиханов сол Черняевтің экспедициясына қатысты. Бірақ та Шоқан Черняевтің озбырлығына шыдамай, Черняевтің экспедициясын кетіп қалған болатын. Неге? Өйткені Черняев аңдай да, Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін жаңағыдай бомбалап жатыр да. Шоқан Уәлиханов қой десе де Черняев қоймайды. Сондықтан да бұндай озбырлық Шоқан Уәлихановқа ұнамады да, Черняевтің экспедициясынан кетіп қалған болатын. Сырқатыма байланысты туған жеріме қайтып келдім. Бірақ өз жерімді Қашқардан гөрі аз білетімін. Туған елімнің тарихы мен салт санасын, өз халқымның дәстүр салтын, тарихын, жырдастандарын білгенмен шынайы өмірін білмеппін. Оның қайғы қасіретін, мұң мұқтажын, арманын, мейірім шапағатын, қараңғылығын білмейді екен. Бала кезімде оқуға кеттімде, тек есімде қалғаны ұлан қиыр дала, бостандық аңсаған елдің төгілген көз жасын көрмеппін. Араға бір жыл салып, 1865 жылы Шоқан Уәлиханов
Тезек деген төренің ауылында Алтын Емел деген жерде қайтыс болған болатын. Енді кейбір ақпараттар бойынша Шоқан Уәлиханов өкінішке орай туберкулез деген аурумен ауырып қалды дейді. Және өмірінің соңында сол туберкулез ауруымен жеңу үшін қымыз ішті, саумал ішті дейді, бірақ өкінішке орай кішкене сәл үлгермей қалды да, небәрі 30 жасында қайтыс болған болатын. Осы Шоқан Уәлихановтың қабірінің басына поляк революционері Леопольд Ластовский келіп, арнайы мәрмәр тасын ескерткіш қойған болатын. Енді осы кезде шығыстанушы ғалым Веселовский деген адам Шоқан Уәлиханов шығыстану ғылымында аққан жұлдыздай жарқ етті де жоқ болды деген ақпарат қалдырған болатын. Сондықтан да Шоқан Уәлихановты бізде аққан жұлдыз деген атаққа ие болған болатын ел жадында. Енді Шоқан Уәлихановтың сондай-ақ Абылай, қырғыздар туралы жазбалар, Ыстықкөл күнделіктері, үлкен орда қырғыз қайсақтар туралы деген өте құнды ақпараттары бар. Және өте құнды еңбектеріне сай 150-ден астам суреттерді жасаған болатын. Және де Шоқан Уәлихановты алғашқы кәсіби суретшілердің бірі деп те атсақ, артық айтпаспыз. Енді құрметті оқушылар, осы Шоқан Уәлихановқа байланысты ұбт базасына қандай сұрақтар келеді, давайте солар талдайық. Міне, 1858-59 жылы Шоқан Уәлихановтың сапарлаған аймағы қай жер десеңіздер, Қашқария болады, өйткені Қытайға сапар жасаған жоқ, Алатау қырғыздарына 1857-де сапар жасады. Варианттарды алып тастаймыз. Кеттік. Келесі сұрақ. Шоқан Уәлихановтың Алатау қырғыздарына сапар жасау барысында жазып алған еңбекті анықтаңыздар. Жазып алған еңбекті Алатау қырғыздарына сапар жасауы. Енді бұл жерде Манас жырда келетін сияқты, құрметті оқушылар, Манас жырда келетін сияқты. Өйткені Манас жырына байланысты көп ақпараттар қалдырдық. Шоқан Уәлиханов бізде. Шоқан Уәлиханов міне. Міне, қырғыз халқының Манас деген көрдіңіздер ме, дастанын жазып алды. Манас дастанын жазып алды дейміз. Демек, бұл сұраққа Манас деп жауап береміз. Кеттік. Шоқан Уәлиханов қатысқан Черняевтің әскери экспедициясы бағытталған өнер. Бұл бізде Қазақстанның оңтүстік өңірі болды. Бұл Меркі, Әулиеата дегеніміз қазір Тараз, Шымкент, Түркістан деген қалаларға жасаған әскери экспедициясы. Енді Шоқан Уәлихановқа байланысты бір ауыр сұрақ бар, яғни С деңгейлі сұрақ. Осы сұраққа бір белгілеп көрейік. Оның жергілікті басқару ісіне қатысты негізгі ойлары қырғыздардың көші-қон туралы, сот реформасы туралы, үлкен туралы жазбаларында баяндалады дейді. Шоқан Уәлихановтың алғашқы бұл дұрыс бізде. 1855 жылы Батыс Сербия губернаторы Гасфорттың орталық Қазақстан Тарбағатай Жетісу жеріне барды. Дұрыс текті анықтаңыз дейді. Орынбор жоқ, ол бізде Орынбор емес, Омбы кадет корпусында оқыды, яғни 4 уже дұрыс емес. Гасфорттың орталық Қазақстан Тарбағатай Жетісу. Жетісуға жасап беді, қазір көрейік, мына жақта. Міне, орталық Қазақстан, Тарбағатай және Жетісуға жасаған сапары шықты. Орталық Қазақстан, Тарбағатай, Жетісуге сапары. Орталық Қазақстан 1855 жылы, Гасфорттың орталық Қазақстан, мынау да дұрыс екен бізде. Мынау біріншісі келмей тұр, көрдіңіздер ме? Өйткені басқару ісіне байланысты ақпараттары келмей тұр екен. Басқару ісіне байланысты ақпараттары келмей тұр екен. Басқару ісіне байланысты ақпараттар келмей тұр екен. Қарау жүрейік, басқару ісіне қатысты қандай ақпараттар келмей жатқан. Өйткені басқару ісіне қырдағы мұсылманшылық, сот реформасы, қырғыздардың көші-қоны туралы. Қырғыздар мұсылманшылық туралы, қырдағы мұсылманшылық туралы, қырғыздардың көші-қон және сот реформасы. Міне, мынау келмей тұр, көрдіңіздер ме? Демек, ана 1х болады. Демек, бұл жерде бізде 2 мен 3 деген вариант келіп тұр. Соңғы сұрақ, Шоқан Уәлиханов қатысты оқиғалар дұрыс, яғни хронология ретінділікпен қойып шығайық. Қашқария сапар жасады 1858-59, Черняев 1864, қырғыздар 1857. Яғни сапар 2 жыл болса 58-59 болады. Сол Қашқар деп жаттаймыз. Гасфорттың экспедициясы 1855 болады. Демек, құрметті оқушылар, бұл жерде біз 4, 3, 1, 2 дейміз. 4, 3, 1, 2 деген бізде В варианты болады екен. Міне, құрметті оқушылар, бүгінгі Шоқан Уәлихановқа байланысты видео сабағымыз осымен тәмам. Сіздермен бірге болған Әлібек ағай, келесі видео сабақта кездескенше.